Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Келіп жеткен қасиетті Рамазан айымен сіздерді құттықтаймын. Және де бүгінгі видеода сіздерге осында Рамазан айына байланысты тематикадағы морковный торттың рецептісімен бөлісемін. Морковный тортқа қандай ингредиенттерді, қандай мөлшерде алатынымызды видеоның описаниясына толығымен қалдырамын. Құрғақ ингредиенттерді араластырудан бастаймыз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді ас содасына уксусты құя отырып гайстетіп аламыз. Шұңғыл ыдысқа 3 жұмыртқаны шыға отырып, үстіне бірден қантымызды саламыз да миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қант толығымен еріп, ағарғанша миксерлейміз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап және жылдамдықты арттыра отырып араластыра береміз. Енді ертіп алынған ас содасын массамыздың үстіне қосамыз және миксердің көмегімен араластырамыз. Ас содасы араласқаннан кейін сұйық майымызды қосамыз. Енді ұнымызды массамызға қосамыз және миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Ұн толығымен араласуы қажет. Бұл тортқа сәбізді өте ұсақ теркадан өткізіп аламыз. Соңынан жаңғақпен сәбізді массамызға қосамыз. Бұл жерде миксерді пайдаланбаймыз, тек қана вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды қор жасай отырып пісіреміз. Красный бархат немесе молочная девочка сияқты. Өйткені қамырымыз өте тығыз. Формада пісіретін болсаңыз, ортасы піспей қалуы мүмкін. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта әрбір корж пісіп шығады. Пісу барысында корждар өзінің формасын жоғалтып жайылуы мүмкін. Дайын болған корждарды қайтадан формаға келтіріп аламыз. Енді тортты жинауға крем-чиз жасаймыз. Өте салқын сливкидің үстіне қантымызды қосып, миксердің көмегімен араластырамыз. Қант толығымен ерігеннен кейін творожный сырымызды қосамыз. Творожный сырды қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз. Крем қоюланып, дайын бола бастайды. Дайын болған кремді кондитерлік қапқа сала отырып, тортты жинауда пайдаланамыз. Енді тортты жинауды бастаймыз. Әрбір коржға кондитерлік қаптан бір келкі кремді шығара отырып, жағып шығамыз кремімізді толықтай және спатуланың көмегімен тегістеп аламыз кремді. Осылай барлық корждарды жинап шығамыз. Тортты кальцода жинаған дұрыс. Торт дүзу болып шығады, қисық болып шықпайды. Сондықтан да кальцоны пайдалануға кеңес етемін. Осылайша барлық корждарды жинап шығамыз. Содан кейін жиналған тортты холодильникке 8 сағатқа қойып қоямыз. Біздің арасына жаққан креміміз толығымен сіңуі керек. Торт толығымен жиналып бітті. Енді тортты әсемдеуге мастикамен жұмыс жасаймыз. Мен торттың үстіне тәспиқ жасап қоюым қажет. Видеоның бас жағында көрсеңіздер, сондай тәспиқ жасалынған. Ол тәспіні жасау үшін маған осындай моншақ болып шығатын молд қажет. Мастиканың аздаған бөлігін осы молдтың ішіне енгіземін және мастика толығымен қатуы үшін бөлме температурасында қойып қоямын. Молдтың бетіне шығып тұрған мастиканың артық бөлігін осылайна пышақпен немесе осы мастикамен жұмыс жасау құралдары арқылы алып тастасаңыздар болады. Енді торттың бетіне тәспіні қойғаннан кейін оның шашағы болады. Ол шашақты дайындау үшін осындай мастиканың аздаған бөлігін оқтаудың көмегімен жайып аламыз және пышақтың көмегімен осылай кесе отырып шашақты жасаймыз. Сөйтіп бұны да бөлме температурасында толық кебу үшін қойып қоямыз.
Қасиетті Рамазан айы құтты болсын деген вафельный бумагаға шығарылып алған менде осындай стикер бар. Ол стикерді орналастыру үшін мастиканың аздаған бөлігін тағы да оқтаудың көмегімен жаямыз және көлемін бірдей етіп кесіп аламыз. Вафельная бумаганы мастикаға кондитерлік гельді жаға отырып жабыстырамыз және де осы стикердің үстіне таза өте ауыр затты қойып қойсаңыз, осы стикер өте дүп-түзу болып кеуіп шығады. Енді тортты қаптауға крем чиз жасаймыз сары майдан. Бөлме температурасында тұрған өте жұмсақ сары майды миксерлеп бастаймыз. Сары май ағарып бастаған кезде үстіне сахарная пудрамызды қосып, тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. Сахарная пудра сары маймен толық араласып ерігеннен кейін үстіне творожный сырымызды қосамыз. Дайын болған кремді екіге бөліп аламыз. Яғни кремнің аздаған бөлігін маған көк түске бояу қажет. Қалған бөлігін мен диоксид титана қоса отырып ақ түске бояп аламын. Кремнің алып қалған аздаған бөлігін көк түске бояймыз. Өзіңізде бар кез келген гелевый красительді пайдалансаңыз болады. Дайын болған кремдерді осылай екі бөлек кондитерлік қаптарға салып аламыз. Холодильникте 8 сағаттай тұрған тортымызды енді қаптап бастаймыз. Ең төменгі жағына осылайынан көк түстен жолақ жасаймыз. Одан кейін ақ түсті кремдерімізді жағып шығамыз. Спатуланың көмегімен торттың кремдерін тегістеп аламыз және скребуктың көмегімен енді тортымызды тегістеп бастаймыз. Видеоны көріп отырсаңыздар, қалай торттың тегістеліп жатқанын байқауларыңызға болады. Бір айналдырып шыққаннан кейін торттың крем тимей қалған жерлерін міндетті түрде креммен толтырамыз. Торт толық қапталып біткеннен кейін жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Содан кейін тортты безендіре берсеңіздер болады. Енді тортты безендіруді бастаймыз. Рамазан айы құтты болсын деген стикерімізді қоямыз және моншақ тәріздес болып шыққан мастикаларымызды моншаққа ұқсата отырып, яғни тәспіге ұқсата отырып, бейнесін келтіреміз. Міне менің тортым толығымен дайын болды. Құрметті барша мұсылман қауымы, сіздерді келіп жеткен қасиетті Рамазан айымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Егер рецепт ұнап жатса, онда жасап көріңіздер, каналға тіркеліңіздер және лайк басыңыздар.